Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге лесная поляна салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен картошка, сәбіз, жұмыртқаны қайнатып аламыз. Бізге керекті заттар: картошка, сәбіз, жұмыртқа, ысталған тауық еті, ірімшік, қызыл пияз, маринадталған қияр, маринадталған сарымсақ, майонез, яблочный уксус, тұз, бұрыш, бетін әрлеуге помидор және укроп. Ең алдымен қызыл пиязымызды ұсақтап турап мариновать етіп қоямыз. Ол үшін тұз, бұрыш, шымшым и уксус, яблочный уксус құямыз и холодный мұздай су құятын боламыз. Тарелкемізге формамызды қойып, ең алдымен картошкамызды үккіштен өткізіп, дәл видеодағыдай орналастырып шығатын боламыз. Үстіне шымшым тұз, шымшым бұрыш сеуіп, майонезімізді жағып, тегістеп шығамыз. Келесі екінші слойымызға ысталған тауық етін турайтын боламыз. Тура видеодағыдай турайсыздар. Үстіне майонез жағып, оны да тегістеп шығамыз. Бұл салатты міндетті түрде жасап көрдіңіздер. Қонақтарыңыз да таң қалады және өздеріңіз де дәмінен таң қалатын боласыздар. Үшінші слойымызға біздің қызыл пиязымызды салатын боламыз. Бұның үстінен тағы да майонезді жүргізіп өтеміз. Енді келесіде сәбіз. Бізде сәбізді де үккіштен өткізіп, тегістеп, майонезімізді жағып, тегістейтін боламыз. Тұз, бұрыш саламыз. Енді маринадталған қиярымызды ұсақтап турап, оны да салып, майонезбен тегістеп, бетін жауып шығатын боламыз. Келесі слойымыз бізде жұмыртқа. Жұмыртқаны да үккіштен өткізіп, саламыз, үстіне тұз, бұрыш сеуіп, майонезбен тегістеп, жағып шығатын боламыз. Енді бізде сыр, қатты сыр болу керек. Оны да үккіштен өткізіп, майонезбен тегістеп, жағып, укроп салатын боламыз. Келесі кезекте уже бізде саңырауқұлақ. Саңырауқұлақты ішіндегі суын төгіп, сырғытып аламыз. Және де уже осылай тура видеодағыдай ортасына істеп, жан-жағын помидормен сәндеп шығуларыңызға болады. Өте дәмді болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.